Қазақ даналығында отан отбасынан басталады деген ұлағатты сөз бар. Бұл адамзаттың бұлжымас заңдылығы. Қазақтың заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтің жүрегімізге жақын. Ел боламыз десек, бесігіңді түзе деген аталы сөзін білмейтін қазақ, естімеген жұрт жоқ екенін жақсы білеміз. Бұл ойдың мәні өте терең. Өйткені елдің болашағы бесіктен басталады. Бесігі түзу елдің ертеңі нық, ұрпағы да саналы болады. Бесікті түзеу болашақ алдындағы тарихи жауапкершілік. Ел боламыз десек, ең әуелі ұрпақ тәрбиесіне, ұлттық сана мен рухани негізге айрықша мән беруіміз керек. Осы ретте халқымыздың бас құжаты ата заңымызда отбасы мен неке сияқты қастерлі ұғымдарды күшейтуіміз керек деп санаймын. Оған жауапты ер мен әйелдің рөлін, олардың жауапкершілігін, ара қатынасын нақты шегелейтін уақыт жетті. Себебі дәстүрімізге теріс, адамзат болмысына, оның табиғатына қарама-қарсы құндылықтарды насихаттайтын жат әрекеттер қоғамда аз емес. Бұл жай ғана түйткіл емес, ұлттың болашағына қауіп төндіретін құбылыс. Сондықтан ұлттық болмысымызға сай келетін, адам ата мен Хауа-ананың жаратылысына тән дәстүрлі отбасылық, әке мен ананың заңды әрі құқықтық қарым-қатынастарын Конституцияда нақты бекітуіміз қажет.